Бәрі сәлем, бүгін топ 3 кітап жайлы сөз қозғайтын болам. Мен үшін топ 3 кітап ол «Самый богатый человек в Вавилоне», «Думай богатей» и үшінші «Продавец обуви» деген кітап. Бірінші «Самый богатый человек в Вавилоне» деген кітапты мен айтып кетейін. Ол кітапта ақшаның ережелері жайлы сөз қозғалады. Және де ол жерде 7 ереже бар. Бірінші ереже: кошелекті толтыра бастаңыз, жұмыс істеп, бірінші ақшаларыңды таба бастаңдар. Екінші ереже: расходқа көп мән береміз, ақшаны көп құртпаймыз. Үшінші ереже: сол ақшаны көбейтіңіз. Бір проектке саласың ба, немесе инвестиция жасайсың ба, ол өзіне байланысты. Төртінші ереже: сол салған ақшанды жоғалтып алудан сақта. Егер сен осы проектіне салатын болсаң, то сен сол ақшанды жоғалудан сақтауың керек. Бесінші ереже: үй саласына салыңыз. Яғни инвестиция істеген кезде сен наоборот барлық ақшаны именно үй саласына салған жөн. Өйткені үй саласы әрқашан саған үлкен ақшалар алып келеді. Алтыншы ереже: болашаққа табыс көзін табыңыз. Жетінші ереже: ақша табуға мүмкіндіктеріңді ашыңыз. Вот, егер осы 7 ережені сен күнделікті өзіне істейтін болсаң, то сенің бай болуың әбден мүмкін. Ал екінші кітап «Думай богатей». Бұл кітап «Самый богатый человек в Вавилоне» деген кітапқа өте қатты ұқсас. Бірақ та бұл кітапта күнделікті миллионерлердің, миллиардерлердің секреттері жайлы айтылған. Так что осы кітапты оқысаң, байлардың құпиясын біліп аласың. Үшінші кітап ол «Продавец обуви». Ол кітап бағанағы екі кітапқа мүлдем ұқсамайды, өйткені бұл Nike компаниясының тарихы жайлы айтылған. Бір баланың тарихы жайлы, яғни бір баланың өзінің арманына деген жолы жайлы бұл кітапта жазылған болатын. Ендеше мен осы кітаптың кішкене үзіндісін сендерге айтып берейін. Ол әкесіне өзінің безумный идеясы жайлы айтқысы келіп, бір уақытты күтеді. Японский фотоаппараттар қазір ең бірінші орында тұр, ал бұрын немістің фотоаппараттары ол өте мықты болатын. Яғни осы кезде ол өзінің идеясын талдап жатыр. Оның басты идеясы Японияға барып, өзінің идеясын именно аяқ киім сататын компанияға барып айту болған. Ол тек қана Японияға емес, ол барлық жер бетін аралауға барады. Бірақ та ол соңына қарай Японияға тоқтап, өз арманы үшін барлығын жасайтын еді. Ол оған бару үшін ең бірінші өзінің спортивный машинасындағы шиналарын сатып, барлық сатқандарын қосқанда $1000 құрады. Оған бару үшін $2500 қажет болатын. Сондықтан ол $1000 өзінің әкесінен сұрайын деп ойлап шешкен болатын. Бірақ та әкесінде ақша өте көп болмаған, и ол баласына мынандай идея айтады: балам, сен ол жерге бармай-ақ қой. Өйткені қазір Америкада вообще ешкім самолетпен ұшпайды. Яғни ол кезде вообще ешкім самолетпен ұшпайды. Өйткені самолетпен ұшатын адам ол безумный адам деп ойлаған. Өйткені егер самолетпен ұшатын болсаң, то сен бір күні немесе тура сол күні аварияға ұшырап өлуін әбден мүмкін болатын. Әкесінде ақшаның болмау себебі ол баласының 2 оқу орнына өзінің ақшасын берген болатын. И соның себебінен ол әкесінде ақша мүлдем жоқ болды. Бірақ та әкесі ақшаны тауып өз баласына берген болатын. Сол кезде баласы өте қуанып, әкесіне рахметін айтқан. Және де оның арманының орындалуына кішкене қалған кезде, дальше сіздер өздеріңіз оқу аласыздар деген үміттемін. Мен осы 3 кітапты сендерге кеңес бере аламын. Ендеше осы видео саған ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, осы видеоға лайкыңды қойып, комментарийға келесі видеоның қандай болатынын, яғни тақырыбын жазып кет. Өйткені каналда қандай видео шығатыны ол сенің қолыңда. Барлығына оқы демеймін, бірақ та осындай мықты кітаптар тұрғанда өзінің шансыңды қолданып қал. So hard 'cause I loved you, but I'm finally feeling like myself. All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself.